Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге ерекше сорпамен бөлісетін боламын. Ең алдымен тіркеліп, қоңырауша белгіні басып, түссе дегенді басып қойыңыздар. Отбасыңызға лайықтап қамыр илейміз. Бізге керекті бір жұмыртқа, дәміне қарай тұз, керегінше су, аз ғана. Бөліп ұн саламыз. Қатты қамыр илейміз. Кеспе көженің қамырындай болу керек қамырымыз. Жұмсақ қылып илеп қоймаңыздар. Қатты қамыр болу керек, міне осындай. Енді қамырымызды мешокқа салып, қойып қоямыз. 5-10 минутқа. Жұмсарады керегінше. Картошка, керегінше ет, сәбіз, пияз. Отбасыңызға лайықтап аласыздар. Барлығын керегінше сұйық май. Пиязымызды қуырып аламыз. Сорпаға көп сұйық май керегі жоқ. Пияздың иісін шығарып, еттерімізді кішкене ғана қуырып алғанға ғана керек. Етімізді қуырып алдық. Кішкене дәміне қарай қара бұрыш септім. Кішкене ғана томат саламыз. Қуырып аламыз. Светі әдемі болды. Үстінен енді картошкамызды саламыз. 1-2 қуырып аламыз. Оның үстінен сәбізімізді саламыз. Кішкене 1-2 қуырып аламыз. Үстінен лавровый лист саламыз. Лавр жапырағын су құямыз. Сорпаны өзіңіздің отбасыңызға қарай лайықтап, сәбізіңізді, картобыңызды, етіңізді отбасыңызға лайықтап турайсыздар. Енді қамырымызды жаямыз. Ұн сеуіп отырып жаямыз. Қамырымызды жайып алдық. Қалыңдау болмау керек, қамырларыңыз кішкене жұқалау етіп жаясыздар. Себебі қалыңдау болып кетсе, розагүл бізде шықпай қалады. Көріп тұрсыздар, менде астында дастархан көрініп тұр. Қамырымыз қатты болғандықтан қамырымыз езілмей шығады. Осылай розагүлдің болатындай етіп, кішілеу етіп, қамырымызды кесіп аламыз. Қамырларыңыз үлкендеу ғып кесіп алмаңыздар, кішілеу ғып кесіп аласыздар. Бізге осындай фарш керек. Фарштың ішіне қара бұрыш, тұз, керегінше пияз қосасыздар. Пиязды шегіп немесе теркадан өткізіп қоссаңыздар болады. Себебі турап қоссаңыздар, розагүлдің ішінде розагүл жасаған кезде ыңғайсыз болып кедергі жасайды. Міне осылай жасап, қамырымызды қайырып, бір шетінен бастап ораймыз және ораған ұшын біріктіріп жабыстырамыз. Ажырап кетпес үшін. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Тағы көрсетемін. Осылай кішкене ғана фаршымызды салып, фарштың орнына, егер фарштарыңыз болмай жатса, орнына сәбізді теркадан өткізіп, сәбізді салсаңыздар да болады. Міне осылай шетін жақсылап мықтап жабыстырасыздар. Міне барлығын бүгіп алдық. Розагүл әдем болып шықты. Сорпамыз қайнады. Розагүлдерімізді саламыз. Қамырымызды бетін жауып, қайнаған соң пәс отқа қойып қоямыз. Қамырымыз 30-35 минутта пісіп шығады. Піскен кезінде бір бұрқ еткізіп, кішкене ғана укроп салып жесеңіздер, дәмі әдемі болады. Тіркеліп, қоңырауша белгіні басып, все деген белгіні басып қойыңыздар. Комментария, лайктарыңызды аямай қалдырыңыздар. Істеп көріңіздер, ас болсын. Менімен бірге видеоның соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет.